Құрметті тыңдармандар, арнама қош келдіңіздер. Шырмалған тағдыр 4-ші бөлімі. Маджиде анасы берген қоптишаны сатуға базарға келді, бірақ сата алмады. Сол кезде Ахмет хабарласып, қайдасың деді. Оны тамаққа шақырды. Маджиде Қазымның жеке жайына келді. Ахмет шақырғандықтан. Қош келдің деп барлығы амандасып жатыр. Маджиде жайғасып отырды. Сол кезде барлығы әке шешең қайда жұмыс істейді, кім болып істейді деп барлығы сұрақтың астына ала бастады. Сол кезде Ахмет Маджиденің бір қоптишасы туралы әңгіме қылды. Қазым болса, қызға тыныштық берсеңдерші, тамақтансын да деді. Рахмет, тамақтанып отырмын деді. Сол кезде Нериман келіп, Маджиде деді, сенің сұлу екеніңді біліп едім деді. Ахмет болса Маджиденің қонақ үйіне, бөлмесіне жасырын камера орнатты. Ал оны интернет орнатып жатырмын деп алдады. Қазым Маджидені кемемен айналып қайтуға, аралап қайтуға шақырды. Екеуі бірге кемеге отырып кете барды. Аралдың ортасына келіп екеуі балық аулады. Қазым Маджидеге балық аулауды үйретті. Мен балық аулаудан қорқам, обал ғой деді. Сол кезде Қазым Маджидеге, сен Ахметтен аулақ жүр. Ана кемені саған шақырдым деді. Сен сонымен не демекшісің деп Маджиде ашуланып кетті. Сөйтті де басқа кеме Маджидені жағалауға апарып тастады. Сөйтті де Ахмет Маджиденің қайда кеткенін сұрады. Ол кетіп қалды, шаруаларым бар деп деді. Бізден аулақ жүрсін деді. Сол кезде Ясми мен Жахангир ағам бірдеңе бүлдірді деді. Ал Ахмет болса Қазымды сұрақтың астына алуда. Маджидеге қандан хабарласып, анасының құмар ойынның кесірінен түрмеде отырғанын айтты. Қазір саған ақша аударам деді. Менде де ақша бар деді. Ал Ахметтің бұрынғы қызы Ахметке көмектеспекші. Қызды шын сүйетініңді көрдім, саған көмектесейін деді. Қазымның тағда денсаулығы нашарлай бастады. Ауруы қозғап, ол терезеден барлығына қарап тұрды. Маджиде құрбысына ақша аударды. Ахмет ештеңе істемеді ма саған деді. Ахмет туралы, олар туралы ештеңе айтпашы маған деп қатты ашуланып кетті Маджиде. Сол кезде қандан не болып қалды? Тыныштық па Маджиде деп сұрады. Нериманға бір журналист келді. Ол бір әйелдің 10 жыл алдын жоғалған әйел туралы, яғни байқаусыздан Нериманы өлтіріп қойған әйелден жоғалғаны туралы айтқанда, Нериманның өңі қашып, мен ол туралы білмеймін деді. Маджиде Сараға келіп, Сара, менде емшілік қасиет бар ма деді, айтшы деді. Не болып қалды деді. Егерде менде ондай қасиет жоқ болса, мен Анкараға қайтам деді. Қайтсаң қайта бер, маған не дейсің деді. Сені бұнда кім әкелді деді, ішкі даусым деді. Фильмнің жалғасы бар.